Баршаңызға сәлем. Сіздерге бүгін осындай керемет дүкендегіден де өте дәмді болып шығатын қолдан жасалған нанның рецептін бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жылы суымызға тұз, дұрыш, өсімдік майын саламыз да жақсылап араластыра отырып ұн қосамыз. Ұнды біркелкі массаға айналғанша мен осындай венчиктің көмегімен араластырып аламын. Содан кейін барып қолмен жақсылап идейміз. Қатты қамырымыз жұмсақ болмау керек, қатты болып кетпеу керек. Содан кейін қамырымыз жақсылап көтерілу үшін 1-2 сағатқа үстін жылы орап, жылы жерге қойып қоямыз. Алдын ала 180 градуста пешімізді қыздырып алып, менде осындай булка нанның формалары бар, оны бірінші қыздырып аламыз. Одан кейін ішін жақсылап майлап аламыз да, жаңағы көтерілген нанымызды 2-ге бөліп формаларға салып шығамыз және жарты сағаттай қойып қоямыз. Ол осы форманың ішінде тұрып, жақсылап жартысына дейін көтерілу қажет. Содан кейін барып 180 градуста қызып тұрған пешімізді нанымызға саламыз. 35-40 минут ішінде нанымыз пісіп шығады. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Видеом ұнаса, лайк басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісіңіз, жасап көріңіз, ас болсын. Дастарханымыздан нан үзілмесін.